саламатсыздар ма? Математикалық сауаттылық ерлермен диаграммасына байланысты есептер. Сынып оқушыларының 15-і футболды, 14-і үлкен теннисті, 13-і жүзуді ұнатады. Олардың 7-і футбол және үлкен теннисті, 5-і футбол және жүзуді, 6-і үлкен теннис және жүзуді, ал 4-і осы 3 спортты да ұнатады. Сыныптағы кез келген оқушы аталған 3 спорттың кемінде бірін ұнатады. Сыныпта неше оқушы бар екенін анықтаңыз дейді. Сыныпта қанша оқушы бар екенін табуымыз керек екен. 3 үйірме болғандықтан біз 3 шеңбер сызамыз. Олар бір-бірімен қиылысуы керек. Енді есепте керісінше жүрсек те болады. Ол қалай? 4-і осы 3 спортты да ұнатады дейді. 4-і. 3-ін де ұнататында біз тура ортасын жасамыз. 4-і екен. Енді бұл жерде аттарын жазбаппыз. Футбол болсын. Біріншіміз футбол, екіншіміз теннис, үшінші жүзу екен. Алтауы үлкен теннис және жүзуді дейді. Алтауы үлкен теннис және жүзуді. Үлкен теннис және жүзуді дегеніміз ол мына жер. Ал енді оның ішінде бізде 4 бар. Енді біз жазуымыз керек. Қалғаны 2 қалды. Соны жазамыз. Біз мұнаны орындап қойдық. Енді 5-і футбол және жүзуді дейді. 5-і футбол және жүзуді. Мына жерде 5-і болу керек. 4-і тұр. 1-ін жазып қоямыз. Сонда оның ішінде 5-і болады. Келесі. Енді мына жер. Ол жерде футбол және үлкен теннисті ұнататындар 7 екен. 4-і тұр. Біз 3-ін жазамыз. Сонда ары қарай табады екенбіз. 13-і жүзуді ұнатады дейді. Жүзудің ішінде бізде қазір тұр 7 тұр екен. 1 қосу 4 қосу 2 бізде 7 болып тұр. 13 болу керек екен. 7 тұрса демек 6-ы болу керек мына жерде. Үлкен теннистің ішінде бізде болу керек екен 14 екен. Үлкен теннис дегеніміз. Мынау оның ішінде болу керек 14. Бізде 7, 9 тұр. Демек 5 болу керек. Сынып оқушыларының 15-і футболды дейді. Футбол дегеннің ішінде бізде болу керек екен 15. Бізде ол жерде 8 тұр екен. 15-тен 8 айтсақ 7 болады екен. Ендігі қалған нәрсе ол барлығын қосу. 7-ге 3 қоссақ 10. 4-ге 1-ді оған 5 қоссақ 10. 6-ға 2-ні қоссақ 8. Сонда 10 қосу 10 қосу 8. Сонда 28 болады екен. Жауабы шығады екен. Екінші есепке көшейік. Сынып оқушыларының 17 алманы, 15 өрікті және 14 шиені ұнатады. Олардың 6-ы өрік және шиені, 5-і өрік және алманы, 7-і шие және алманы, ал 2-і осы 3 жемісті ұнатады. Сыныптағы кез келген оқушы аталған 3 жемістің кем дегенде бірін ұнатады. Сыныпта тек қана алманы ұнататын неше оқушы бар екенін анықтаңыз дейді. Тура алдындағы есеп сияқты бізге 3 шеңбер сызуымыз керек. Қиылысатын. Бұл есепте де тура солай, алдындағы есеп сияқты кері жүріп шығарамыз. Ал 2-і осы 3 жемісті ұнатады демек. 3-інде тиісті болатын шеңберде біз 2-ні жазады екенбіз. Одан кейін жүретін болсақ, 7-і шие және алманы дейді. 7-і айтпақшы біз жазуды тағы да ұмытып кетпіз. Мынау алма болсын. Мынау өрік болсын. Мынау шие болсын. 7-і шие және алманы. Шие және алма дегеніміз ол мына жер. Осы жерде бізде 7 болу керек, 2 тұр. Демек мен 5-ін жазуым керек. Ары қарай жүретін болсақ, 5-і өрік және алманы. Өрік және алманы дегеніміз мына жер. Бұл жерде болу керек бізде 5-і 2 тұр. 3 жазамын. Одан кейін жүретін болсақ,
алтауы өрік және шиені. Бізде мына жерде алтау болу керек, екеуі тұр, демек төртеу жазу керек. Ал енді ары қарай жүретін болсақ, 14-ті шиені ұнатады дейді. Шие деген шеңбердің ішінде 14 болу керек. Ол мына жер 5, 2, 4, 11 болып тұр. 14 болу керек. Демек мен мына жерге 3 жазуым керек екен. Келесі өрікті 15 ұнатады екен. Өрік деген жерде 15 болу керек. Бізде 2, 3, 4 тұр. 9 болады. 15-тен азайтатын болсақ, сонда 6 болады екен. 17-сі алманы дейді. Алманың ішінде бізде 17 болу керек екен. 5, 2, 3, 10 болып тұр. Жетеуі бұл жаққа жазылады. Ал енді сұраққа келетін болсақ, сыныпта тек алманы ұнататын неше оқушы бар екенін анықтаңыз дейді. Тек алманы деген кезде мына 5, 2, 3 деген сандарымыз бұларда кіре алмайды, себебі ол оқушылар өрікті немесе шиенде ұнатады. Алмамен қоса тек қана алманы ұнататындар міне мына жердегі 7 деген сан болады екен. Сонда бұл жауабы дұрыс. Үшінші есеп, мектепте 37 оқушы музыка үйірмесіне қатысады. Үйірме оқушыларының 22-сі домбыраны және 15 скрипканы тарта алады. Олардың 9 домбыра және қобызды, 7 домбыра және скрипканы, 6 қобыз және скрипканы, ал 4 осы 3 аспапты тарта алады. Үйірмеде кез келген оқушы аталған 3 аспаптың кем дегенде бірін тарта алады. Үйірмеде қобызды тарта алатын неше оқушы бар екенін анықтаңыз. Бұл есепті тура алдындағы есеп сияқты екен. 3 шеңбер сызуымыз керек. Қиылысатын. Енді 3 аспапты тарта алатын 4 екен. 6 қобыз және скрипканы, мынау домбыра болсын. Сосын бізде домбыра, скрипка және қобыз бар екен. Мынау скрипка, мынау қобыз болсын. 7 домбыра және скрипканы дейді. Домбыра және скрипканы 7. 4 тұр, демек 3-еуін жазуымыз керек. 6 қобыз және скрипканы деген ұмытып кетіп бара екенбіз. 6 қобыз және скрипка. 4 тұр. Бұл жерге мен 2-ні жазуым керек. 9 домбыра және қобызды дейді. 9 домбыра және қобызды. 4 тұр. Демек 5-еуі жазуым керек. 15-і скрипка тарта алады екен. Енді скрипка деген қарайтын болсақ, 3 пен 4, 2. 2, 4, 3 деген сандар тұр. Ол жерден 9-ы бізде бар болып тұр. Демек 6 жазуым керек. Сонда 15 шығады екен. 22-сі домбыраны. Домбыраның ішінде бізде қазір 5, 4, 3 тұр. 5, 4, 3 дегендер тұр. Олардың қосындысы 12. 22-ден 12-ні азайтатын болсақ, 10 болады екен. Ал енді бізге қобыз мына жер белгісіз. Осыны біз табуымыз керек. Оны біз 37 деген мына санды пайдалану арқылы табамыз. 37-ден барлық сандардың қосындысын азайтамыз. Сонда бізде барлық сандардың қосындысын табатын болсақ, 10 қосылған 3, қосылған 6, қосылған 5, қосылған 4, қосылған 2, 30 болады екен. 37-ден 30-ды азайтатын болсақ, 7 болады екен. Сонда мына жердегі белгісіз санымыз ол 7 деген сан екен. Олай болса, қобыз тарта алатын оқушы бар екен анықтаңыз дейді. Қобыз тарта алатындар ол мына шеңбердің ішіндегі оқушылар. 5-ке 4 болсақ 9, 9-ға 2-ні қоссақ 11, 11-ге 7-ні қоссақ 18 екен. Демек, жауабы дұрыс болады екен. 4-ші есеп, бір аптада дүкеннен 19 адам теледидар сатып алды, 18 адам тоңазытқыш сатып алды. Олардың 9-ы тоңазытқышта теледидарды сатып алды. Неше адам тек теледидар ғана сатып алды? Неше адам тек тоңазытқыш сатып алды? Біз екеуін
сұраққа жауап беруіміз керек екен. Бұл жерде екі шеңбер сызылады, қиылысатын. Бірінші адамдарымыз ол теледидар болсын, екіншісі тоңазытқыш. Бұл жерде мына жерге қарайды екенбіз. 9-ы тоңазытқышта, теледидарды сатып алды, демек ортасында тұратын санымыз 9 екен. Енді 18 адам тоңазытқыш алған болса, онда 9-ы тұр ол жерде, демек 9 қалады. 18 шығару үшін. Келесі теледидар дегеніміз 19 адам екен, 9-ы тұр, демек тек теледидар сатып алғандар 10 болады екен. Неше адам дейді, тек теледидар ғана сатып алды. Тек теледидар сатып алғандар саны бізде 10 екен. Так, 10 екен. Тек тоңазытқыш сатып алғандардың саны 9 екен. Демек А жауабына келіп тұрген. Келесі есепке көшеміз. 5-ші есеп. Мекеме қызметкерлерінің 24-і ағылшын тілін, 15-і неміс тілін және 14-і француз тілін біледі. Олардың 6-ы ағылшын және неміс тілдерін, 5-еуі ағылшын және француз тілдерін, 4-еуі неміс және француз тілдерін, ал 3-еуі 3 тілді де біледі. Мекемеде кез келген қызметкер қандай да бір шет тілін біледі. Мекемеде бір ғана ағылшын тілін білетін неше қызметкер екенін анықтаңыз дейді. Бұл жерде 3 шеңбер қиылысатын сызуымыз керек екен. Үш тілді білетінді қарайық. Ең алдымен 3-еуі 3 тілді де біледі дейді. Демек тура ортасына мен 3-ті жазамын. 4-еуі неміс және француз тілдерін біледі. Ағылшын, француз және неміс болсын. 4-еуі неміс және француз тілдерін. Француз бен немісті білетіндер саны 4-еу екен, демек мына жерге 1 жасады екен. 5-еуі ағылшын және француз тілдерін. Ағылшын және француз тілдерін 5-еу білетін болса, демек мына жерге 2 жазамын. Олардың 6-ы ағылшын және неміс тілдерін. 6-ы ағылшын және неміс болса, тілдерін білетін болса, онда мына жерге 3 жазады екен. Енді француз тілін білетіндердің саны 14 екен. Ол жерде 2, 3, 1 деген бар бізде. Енді олардың қосындысы 6 болса, 14-тен алдына айтам 8 екен. Маған тек мекемеде ағылшын тілін білетін неше қызметкер бар екен анықтауым керек екен. Мекеме қызметкері жаматтар. Бір ғана ағылшын тілін білетіндер, тек қана ағылшын тілін білетіндер тауып көрген. Француз бен немісті тауып қажет жоқ екен. 24 ағылшын тілін білетін болса, оның қос тілді немесе 3 тілді білетіндердің санын азайтып тастауым керек. 8-ді азайтам 24-тен, сонда бізде 16 деген жауап болады екен. Бұл нұсқасы. Немісше білетіндер жиыны А, ал французша білетіндер жиыны F болатындай төмендегі жиында көрсетілген элемент сандары төмендегідей болса дейді. Онда нұсқалардың қайсысы қате дейді. Олай болса, бірінші нұсқа қарайық. Немісше білетіндер 10-ға тең дейді. Немісше білетіндер. Мына жерде AF дегендерді біз немісше және французша деп жаза берсек дұрыс сияқты. Немісше және французша. Онда нұсқада қайсысы қате дейді. Немісше білетіндер 10-ға тең дейді. Немісше білетіндер 10 екен. Дұрыс. Тек французша білетіндер саны 8 дейді. Тек французша білетіндердің саны 8 дейді. Біз дұрыстарын беліп қойсақ, бұл да дұрыс болып тұр. Себебі тек француз тілін білетіндер мұның 8. Немісше және французша білетіндер саны 6-ға тең дейді. Немісше және французша білетіндердің саны 6 екен. Немісше және французша білетіндер саны немесе французша білетіндер саны 18-ге тең дейді. Немісше немесе французша. Немісше немесе французша. Бізде сонда бұл жерде немесе дегенге қарайтын сияқтымыз. Бұл жерде тек қана бір тілді ғана білу керек деген сөз.
ал енді соңғысында көре салайық. Тек немісше білетіндер саны 4-ке тең дейді. Тек немісше шынымен де 4 екен. Сонда біздің қате болатыны ол да нұсқасы болады. Немісше немесе французша білетіндер саны дегеніміз ол мынау немісше ғана біледі, а мынау французша ғана біледі. Екеуін білетіндерді алмаймыз деген сөз, мына немесе деген сөз сол үшін қойылып тұр екен. Сонда бізде жауабы Д екен. Сыныпта 15 оқушы көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысады. Олардың ішіне 9-ы домбыра тартады. 10 оқушы өлең айтады, неше оқушы домбырада тартады, өлеңді айтады дейді. Бұндай есептер келген кезде диаграмма сызып та болады тауға. Әйтпесе диаграмма сызбаса, онда біз 9-ға 10-ды қосамыз. Қосындыдан 15-ті азайтамыз. Сонда екеуінде білетін оқушылар шығады екен. 19-дан 15-ті азайтсақ 4 болады. Негізі жауабымыз онда 4 екен. Келесі 8-ші есепке көштік. Мектептегі спорттық үйірмеге 27 оқушы, математика үйірмесіне 14 оқушы, музыка үйірмесіне 11 оқушы қатысады. Олардың ішінде 6 оқушы спорттық үйірмеге, математика үйірмесіне де қатысады. Ал 3 оқушы математика үйірмесіне де, музыка үйірмесіне де қатысады. 1 оқушы 2 үйірмеге ғана қатысатын болса, аталған үйірмелерге мектептегі оқушылар нешеуі қатысады? Сонымен біз диаграмма сызуымыз керек. Бірақ тек 2 үйірмеге ғана қатыса алады дейді. Сонда біз бұлай сызуымыз керек болады. Так. Үшеуіне де қатысатын жоқ. Демек осылай сызуымыз керек. Керісінше жүріп көрейік. Мына жерде бізде бұл математика үйірмесі болсын. Спорттық екен. Ол біріншісі спорттық үйірме. Келесі математика үйірмесі және мынау математика болсын, мынау музыка болсын. 3 оқушы математика үйірмесіне де, музыка үйірмесіне де қатысады. 3 оқушы. Демек мен мына жерге 3 жазуым керек. Көрінбей қалады екен, басқа түспен жазайық. Ал енді 6 оқушы спорттық үйірмеге де, математика үйірмесіне де қатысады. Спорт және математикаға қатысады екен 6 оқушы. Демек мына жерде 6 болу керек. Музыка үйірмесіне 11 оқушы қатысады дейді. Музыкаға 11 оқушы қатысады. Демек спорт пен музыкаға қатысатын, екеуіне де қатысатын оқушы бізде болмай тұр екен. Музыкаға 11 оқушы болу керек. 3-еуі бізде тұр. Демек 8 оқушы болады мына жерде. Келесі математика үйірмесіне 14 оқушы дейді. 3-ке 6-ны қосатын болсақ 9, 14-тен азайтатын болсақ, сонда 5 болады екен. Спорттық үйірмелерге 27 оқушы дейді. 27 болатын болса, мына жақта 21 болады екен. Оқушылардың нешеуі қатысады? 1 оқушы 2 үйірмеге ғана қатысатын болса, аталған үйірмелерге мектептегі оқушылардың нешеуі қатысады дейді. Біз барлығын қосуымыз керек енді. 21-ге қосамыз 6-ны. 21-ге қосамыз 6-ны, қосамыз 5-ті, қосамыз 3-ті, қосамыз 8-ті, сонда 43 болады екен. Ол бізде жауабы дұрыс. Қонақтардың 16-сы қымыз, 19-ы шұбат, 14-і айран ішті. 7 қонақ қымызда, шұбатта ішті. 4 қонақ қымызда, айранда ішті. 6 кісі шұбатта, айранда ішті. Ал 2 қонақ қымызда, шұбатта, айранда ішті. Әрбір қонақ аталған 3 сусынның кемінде 1-еуін ішті. Тек қана шұбат ішкен қонақтар санын табыңыз дейді. Тек қана шұбат ішкендерді табуымыз керек екен. Бұл жерде де 3 қонақтардың ішкендері туралы айтылып тұр. Демек 3 шеңбер сызылады деген сөз. Олардың 3-еуі де қиылысады екен. Және 3-еуіне ортақ жер болуы керек. 2 қонақ шұбатта, айранда, қымызда ішкен екен. Дәл ортасына 2 жазамыз. 6 кісі шұбатта, айранда ішті. Мынаны біз жазбаппыз ғой. Қымыз,
шубат, айран. 6 кісі шубатта айранда ішкен болса, демек мен мына жерге 4 жазам. 4 қана қымыз да айранда ішті. Қымыз да айранда 4 қонақ ішкен болса, демек мына жерге 2 жазылу керек екен. 7 қонақ қымыз да шубатта ішті. Қымыз бен шубат 7 болу керек болса, онда мына жерге 5 жазады екен. 14 айран ішкен екен. Айрандар ішінде бізде 8 тұр. Демек мен 6 жазам. 19 шубат ішкен екен. 11 тұр. 19-дан азайтсақ, сонда 8 қалады. Қымыз ішкендер 16 дейді. 9 тұр. Сонда біз қымыздың қалғаны 7 жазамыз. Тек қана шубат ішкен қонақтар санын табыңыз дейді. Біз артығымен тауып қойыппыз. Бізге қажеті мынау ғана екен. Тек қана шубат ішкендердің саны. Сонда жауабы дұрыс екен. Сыныпта 35 бала бар. Олардың 20-сы вокалға, 15-і биге және 7 бала 2 үйірмеге де қатысады. Бұл сыныпта осы 2 үйірмеге де қатыспайтын бала саны қанша дейді. 2 үйірмеге қатыспайтын баланың санын табуымыз керек. 20 оқушы биге, 17-сі 7 бала 2 үйірмеге де қатысады. Бұл есепті шығарудың оңай жолы негізінде 20 қосамыз 15-ті, азайтамыз 7-ні. Мен не үшін бұлай жасап отырық? Себебі 20 вокалға қатысатындардың арасында 7 бала жүр, екеуіне қатысатын. Ал 15 биге қатысатынның ішінде тура сол балалар тағы жүр. Ал енді ол екеуінде де бар болса, екеуін қоссақ, бір баламыз 2 рет қосылып кетті. Ол екеуі бір бала болғандықтан бізде бір 7 артығымен қосылып жатыр. Сол үшін 7-ні алып тастаймыз. Сонда 20-ға 15 қоссақ 35, 35-тен 7-ні азайтатын болсақ 28 болады екен. Енді 35 барлық оқушылардан азайтамыз 28-ді. Сонда болады екен 7. 11-ші есепке келдік. Ғылыми практикалық конференцияға 35 академик қатысты. Олардың 22-сі сақалды, 19-ы мұртты. 7 академик сақалы да мұрты да жоқ дейді. 7 академиктің сақалы да мұрты да жоқ екен. Қанша академик сақалы мен мұрты бар екен анықтаңыз. Бізде не сақалы, не мұрты барлардың санын бірінші табуымыз керек. Ол үшін бізде сақалы не мұрты жоқ адамдарды алып тастаймыз. Барлығының саны 35 болса, 35-тен азайтамыз 7-ні. Сонда 28 адамда не сақал, не мұрт, немесе екеуде бар деген сөз. 22 сақалды, 19 мұртты болатын болса, біз 22-ге қосамыз 19-ды, азайтамыз 28-ді. Олардың барлық саны 28 болу керек. Олай болса бізде қанша болады? 22-ге қосамыз 19-ды, азайтамыз 28-ді. 13 болады екен. Сонда 13 адам бізде сақалы, мұрты бар. Дүкенге жұма күні келген оқушылардың 23-і балмұздақ, 13-і шоколад және 21 кәмпит сатып алды. Олардың 10-і шоколад пен кәмпит, 12-сі балмұздақ пен кәмпит, 8-і шоколад пен балмұздақ, ал 7 осы тауарды, 3 тауарды да сатып алды. Дүкенге тағы 6 оқушы келді, бірақ олар ешнәрсе сатып алған жоқ. Дүкенге жұма күні барлығы неше оқушы келген анықтаңыз дейді. Бұл есеп шығарып жатырып, қазір мына жерде 6 оқушы келді деген нәрсені тастап кетуіміз мүмкін. Сондықтан осылай белгілеп қоя тұрайық. Енді дәл алдындағы есептер сияқты екен бұл да. 3 бір-бірімен қиылысатын шеңбер сызуымыз керек. Сонымен 3 тауарды да сатып алғандардың саны 7 екен. Дәл ортаға мен 7 жазамын. 8-і шоколад пен балмұздақты. Шоколад пен балмұздақты 8 алған екен. Мен тағы да жазылған кетпен мына жерге балмұздақ, шоколад, кәмпит. 8-і шоколад пен балмұздақты дейді. 7 тұр.
демек бір жазуым керек. 12-сі балмұздақ пен кәмпитті. 12-сі балмұздақ пен кәмпитті сатып алған болса, мен мына жерге 5 жазуым керек. Олардың 10-ы шоколад пен кәмпитті. Шоколад пен кәмпиттің саны 10 болу керек болса, демек мен мына жерге 3 жазамын. 21 кәмпит сатып алды. 5-ке жетін болса, оған 3-ті қосатын болса 15. 21-ден азайтсам 6. Тек кәмпит сатып алғандар шықты. Енді тек шоколад сатып алғандарды табуым керек. 13-ші шоколад сатып алған болса, 7-ге 3-ті қоссақ 10, 11. 11 бізде тұр. Тек қана шоколад 2 бала екен. 2 оқушы. 23-ші балмұздақ. 23-ші балмұздақ бізде 13-ші тұр. Демек, тек балмұздақ сатып алғандардың саны 10 екен. Ал енді осылардың барлығын қосуымыз керек. Сөйтіп, 6 оқушыны қосуды ұмытып кетпеуіміз керек. Плюс 6. 10 қосамыз. 1-ді қосамыз, 2-ні қосамыз, 5-ті қосамыз, 7, қосылған 3, қосу 6, қосу 6 екен. Сонда бізде 40 деген жауап шығады екен. 13-ші есепке көштік. 80 оқушының 20-сы домбыра үйірмесіне, 45-і қобыз үйірмесіне және 14-і қобызға да домбыраға да қатысады. Араларынан бір оқушы таңдалды. Таңдалған оқушы домбыраны да қобызды да тарта білмейтін оқушы болу ықтималдығын табыңыз дейді. 80 оқушы бар, 20-сы домбыра үйірмесіне, 45-і қобыз үйірмесіне, 14-і екеуіне де қатысады. Енді диаграммамен бұндай есептерді көрсетпедім. Сондықтан диаграммамен көрсетіп өтейік. 2 қиылысатын шеңбер сызуымыз керек. Домбыра болсын, қобыз болсын. 14-і екеуіне де қатысады, 14 болады. Ал енді 45-і қобызға қатысады, 14 тұрған бізде. Сонда 31 оқушы тек қана қобыз тартады. 20 оқушы болатын болса, демек тек қана домбыраны 6 оқушы тартады. Ал енді осылардың қосындысын біз 80-ден азайтуымыз керек. 80 азайтылған 6 қосу 14, қосу 31. 6 мен 14, 20, 20-ға 31-ді қоссақ 51. 80-ден 51-ді азайтатын болсақ 29. Сонда да жауабы шығады екен. Да жауабы дұрыс екен. Би үйірмесіне 20 адам, ал 30 адам екен. Би үйірмесіне 30 адам бар. Олардың 20-сы вальсті жақсы білейді. 17-сі румба биін, ал 14-і вальсті де румба биінде жақсы билейді. Осы 30 адамның арасында вальсті де румба биінде билей алмайтындар санын анықтаңыз. Румба биінде вальсті де румба биінде билей алмайтындар саны демек. 2 битте билей алмайтындарды табуымыз керек. Би үйірмесіне 30 адам бар. Олардың 20-сы вальсті жақсы билейді, 14-і румба, 17-сі румба биін, ал 14-і вальсті де румба биінде жақсы билейді. Осы 30 адамның арасында вальсті де румба биінде билей алмайтындар санын анықтаңыз дейді. Жарайды. 17, 20 қосылған 17 азайтылған 14 дейміз. Себебі 20 вальсті билей алса, 17 румба биін билей алады, ал 14 вальсті румба биін билей алады. Алдындағы есептер сияқты екеуін қосып, екеуін билей алатынын азайтамыз. Сонда бізде бұл жерден шығады екен 23. Енді 30-дан азайтамыз 23-ті. Сонда 7 адам шығады екен. Бізде 7 деген нұсқасы А жауабы дұрыс. 15 суретші бір айда 42 сурет салды. Олардың 17-сінде орман, 29-ында өзен, ал 13-інде орман да өзенде салынған. Қалған түсініксіз суреттер. Қанша түсініксіз суреттер бар дейді. 17-сі орман, қосамыз 20-сы өзен, азайтамыз. 13-ті екеуінде де салғандарды азайтамыз. Сонда 37-ден 13-ті азайтсақ 24. Демек 24 орман мен өзендер салынған.
Енді түсініксіз суреттер табу үшін 42 барлық суреттен 24-ті азайтамыз. Сонда бізде 18 деген түсініксіз суреттер салғандардың санын тап дейді ғой. Бізде бұнда жауап болмай қалды. Суретші бір қайта 42 сурет салды. Олардың 17-сінде орман, 29-ында екен мына жерде. Қателесіп кетіппін. 20-сы деп 29 екен. 17-ге 29 қоссақ 46, 46-тан 13-ті азайтсақ 33. Енді 42-ден азайтамыз 33-ті. Сонда бізде болады 9. С жауап шықты. 16-шы есепке қарайық. Бір айда 105 адам дәптер және 164 адам қалам сатып алды. Олардың 87-сі дәптерді қаламда сатып алды. Неше адам тек қана қаламда сатып алды? Тек қана қалам сатып алғандарды табуымыз керек екен. Ол жерде 87 адам қалам сатып алғандардың арасында жүр. Жай ғана 164 қалам сатып алғандардың санынан азайтамыз. Екеуінде сатып алғандарды. Демек 87 адам ол дәптерді қоса сатып алғандар. Азайтатын болсақ 164-тен азайтамыз 87-ні. 77 деген жауап шығады екен. Сыныпта 30 оқушы бар, олардың 22-сі спорттық үйірмеге, 11-і биге, 4-еуі екі үйірмеге қатыспайды. Екі үйірмеге қатысатын оқушылар саны жататын аралық табыңыз дейді. 22-сі спорттық үйірмеге, 11-і биге, 4-еуі екі үйірмеге де қатыспайды дейді. Бізге осы қатыспайтындардың санын азайтып тастау арқылы шығарамыз. Қатысатындардың санын табуымыз керек болып тұр. 30 барлық оқушыдан біз қатыспайтындарды азайтып тастаймыз. Себебі олар ешқандай үйірмеге қатыспады. Сонда 26 деген жауап шығады. Бұл екі үйірменің біреуіне қатысады кемінде. Ол екеуіне де қатысуы мүмкін. Ал енді олардың 22-сі спорт, 11-і биге қатысатын болса, олардың саны 26 болып тұр. Демек 22-ге қосамын 11-ді, азайтамын 26-ны. 26-ны. 22 қосу 11, азайту 26. 7 деген жауап шығады екен. Ал енді осы 7 деген жауап қай аралықта жататынын табуымыз керек. Мына жерде 7 деген сан жатпайды. Мына жерде 7 жатпайды, себебі 7-ден кіші сандар болып тұр. Жай жақша болып тұр. Мына да жоқ. Демек бұл жауаптар болмайды екен. Мына жақта 8-ден үлкен сан болып кетті. Бұл да болмайды. Бізде жауабымыз да екен. Сыныпта 28 бала бар, олардың 14 вокалға, 10-ы биге және 3 бала екі үйірмеге қатысады. Бұл сыныпта осы екі үйірмеге қатыспайтын бала саны қанша дейді. 14-ке қосамыз 10-ды, екі үйірмеге қатысатындарды қосамыз және арасында 3-2 үйірмеге қатысатын балалардың санын азайтып тастаймыз. Сонда 24-тен айтсақ 21 оқушы бізде бар екен, екі үйірменің кемінде біреуіне қатысатын. Барлық оқушы 28, осыдан 21-ді азайтамыз. Сол кезде 7 деген жауап шығады екен, ол нұсқасы. 19 деген есепке қарайық. Сыныпта 35 оқушы бар. 20 оқушы математика үйірмесіне, 11 оқушы биология үйірмесіне қатысады, ал 10 оқушы ешқандай үйірмеге қатыспайды. Математика мен биология үйірмесінің екеуіне де қанша оқушы қатысады? Сыныпта 35 оқушы бар. 20-сы математика үйірмесіне, 11 биология үйірмесіне қатысады. 10 оқушы ешқандай үйірмеге қатыспайды. Екі үйірмеге де қатысатындарды табуымыз керек екен. Қатыспайтындарды бірден алып тастайық. 10 оқушы қатыспайды, демек 35-тен азайтамыз 10-ды. Сонда 25 оқушы кемінде біреуіне қатысады. 20-сы математика үйірмесіне қатысады екен. Оған биология үйірмесіне қатысады. Қосып 25-ті азайтамыз. Сонда 31-ден 25-ті азайтамыз. 6 деген жауап шығады екен. 19-ымыз жауап дұрыс екен. Сыныпта соңғы есепке келіппіз. 30 оқушы бар. 15 оқушы математика үйірмесіне, 12 оқушы биология үйірмесіне қатысады, ал 8 оқушы ешқандай үйірмеге қатыспайды. Математика мен биология үйірмелерінің екеуіне де қанша оқушы қатысады? 30 оқушы бар дейді, 15 математика үйірмесіне, 12 оқушы биология үйірмесіне қатысады, ал 8 ешқандай үйірмеге қатыспайды. Бұл есеп тура алдындағы есеп. Жарайды, тағы да шығара берейік. 8 оқушыны азайтып тастаймыз 30 оқушыдан.
себебі ол ешқандай үйірмеге қатыспайтындар. Сонда 22 деген сан шығады. Бұл екі үйірменің біреуіне қатысатын келеді. 15-ке қосамыз 12-ні. Сонда бұл бізде екі үйірмеге қатысатындардың санын табу үшін екеуін қосамыз да 22-ні азайтамыз. Себебі барлық бізде 22 одан асып кетпеу керек. Ал асып кеткені ол екі үйірмеге қатысатындардың саны шығады. 15-ке 12-ні қоссақ 27. 27-тен 22-ні азайтсақ 5 екен. И жауабы дұрыс. Сабағыма қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.